Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай үйде жасалатын, дәмі аузыңнан кетпейтін керемет мантының жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге пияз, капуста және фарш болса болғаны. Фарш кез келген жануардың еті болуы мүмкін, қойдың, сиырдың немесе жылқының. Алдымен пиязымызды және капустамызды жақсылап тураймыз. Содан соң фаршымызды қосып, тұз және бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырды жайып, видеодағыдай етіп түйеміз. Егерде капустаны қаламасаңыз, қоспай қойсаңыз болады, бірақ біздің фаршымыз құрғақтау болып қалады. Капуста қосса, фарш сулы болады және өте өзінің ерекше дәмі болады. Тәбетті ашатындай керемет дәмді болады. Сонымен видеодағыдай етіп түйеміз және әрбір листтерімізді майлап, оған мантілерімізді орналастырамыз. Содан соң мантілердің де үстін майлап шығамыз. Отқа 45 минутқа қойып қоямыз. Біздің мантілеріміз дайын болады. Содан соң үйдегілерге тарқата беріңіз. Сіз де жасап көріңіз. Видео ұнаса тіркеліп лайк басыңыз. Ас болсын.